қосымша оқуды талап етіп жүрген балалардың басым бөлігі 6 жастан барып үлгермей қалған балалар. Ата-анаға білініп тұрады балаңыздың алып кететіні, алып кетпейтіні. Осы жерде нақты шешімді сіз өзіңіз қабылдауыңыз керек. Асығып мектепке беріп қоймаңыздар. Көршінің баласы барып жатыр, біз содан қалып қоямыз ба, анау туысқанымыздың балалары барып жатыр, бұл менің бір проектім деп қарауыңыз керек. Бұл балаға сіз қаншалықты назар бересіз, бұл баламен сіз қаншалықты көп айналысасыз, сіз соншалықты нәтиже аласыз ертең. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айнагүл Дәуіт. Сенің атың жылдамдық есі, математикадан тренажер кітаптарының авторымын. Самға үздіктер фабрикасы оқу орталығының негізін қалаушымын. Қазіргі менің көтерейін деп отырған тақырыбым, баламызды мектепке неше жастан берсек болады? 6 жастан берсек пе, 6-дан асырып берсек пе, 7 жастан берсек пе, 7-ден асырып берсек пе деген тақырып өте өзекті болып жатыр. Енді қараңыздар. 6 жастан барып қойған балаларда, тіпті 6 жасқа толмай барып қоятын балалар бар, иә. Сондай балаларда кездесетін кәдімгідей бірталай салдарлар бар, иә. 6 жастан барып қойсаңыз, мынау болуы мүмкін. 7 жастан барсаңыз, олардың бәрі болмайды деген сияқты. Соған қарап енді өздеріңіз шешім қабылдайсыздар. Негізі шешімді ата-ана өзі қабылдау керек. Әсіресе көп жағдайда аналар негізі қабылдау керексіздер. Өйткені баламен сабақ оқитын анасы сіз көп жағдайда баламен сабақ оқисыздар. Енді қараңыз, 6 жаста барған балаларда тақырыпқа үлгермеушілік, нормаға сай келмеушілік көп орын алады. Балалар тез шаршап қалады, 40 минут отыра алмайды партада. Үй жұмысында өздігінен үйде орындай алмайды. Қасында үнемі сүйемелдеп отыратын адам керек. Қыркүйек айында мүмкін балаға білінбейді. Қыркүйек айында өйткені сызу беріледі, мектепке бейімделу деген сияқты баппен ақырын жүріп келе жатады да, қазан айынан бастап кәдімгідей тақырыптар бастала бастайды. Әр санның құрамдарын кәдімгідей ойда шығару керек болады. Қараша айынан бастап ақырындап диктанттар басталады. Одан кейін минутқа оқу керек болып жатады. Бала енді әріптерді танып жатады, енді сандарды үйреніп жатады, енді жазуды үйреніп жатады. Бірақ норма бойынша балалар сәйкес келу керек. Көп бірінші сыныптың ата-аналары 6 жастан беріп қойғаннан кейін қаңтар айында ескертулер ала бастайды ғой мұғалімнен. Сыныпқа жалпы былай қарайды, мысалы, ана бала мынандай оқып жатыр, менің балам мынандай оқып жатыр деген сияқты. Сіздер 6 жаста мектепке барғанымен сіздердің сыныптарыңызда 6,5 жастағы балалар отырады, 7 жастағы балалар отырады. Қазір негізі мысалы 2020 жылғы қаңтар мен желтоқсан айындағы балаларды бір сыныпқа отырады. Әйтеуір сіздер бір жылдың балаларсыздар деп. Бірақ 2020 жылға қаңтар айы мен 2020 жылға желтоқсан айының балаларын салыстыруға келмейді ғой, бір жыл. Қараңыз, мысалы мен бір жылдың балалары бір аралығы бір жас айырмашылығы бар балалар бір сыныпта отыру керек болса, мен мысалы 6,5-нан 7,5-ға дейінгі балаларды бір сыныпқа мысалы жинар едім мысалы. Бұл жерде 6 жас пен 7 жас аралығындағы балаларды бір сыныпқа. Ол кезде 6 мен 6 жас 6 ай аралығындағы осы 6 айдың балалары ана балаларға ілесе алмай жатады. Егер бала 6-дан 6 ай асқаннан кейін барса, ана балаларға кәдімгі ілесіп кетіп жатады. Сондықтан 6-дан 6 ай асқаннан кейін барған өте көп жеңілдік береді. Ата-аналарға да, балаға да, мұғалімге де. Ал мысалы 6-ға тола салып, тамыз айында толып, негізі мамырдан бастап, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйектің балалары негізі 6 жасқа баратын кезде ата-аналар байқау керек. Егер екі ойлы болып тұрсаңыз, осы бала отыра алмайды-ау, осы бала алып кете алмайды-ау деген сияқты өзіңізге ата-анаға білініп тұрады балаңыздың алып кететіні, алып кетпейтіні. Осы жерде нақты шешімді сіз өзіңіз қабылдауыңыз керек. Сенімді болсаңыз алып кетеді. Тақылдап тұр деп сенімді болсаңыз, барлығын біліп тұр, оқиды, ойша есеп шығарады деген сияқты болсаңыз, онда берсеңіз болады. Жоқ баяу, екі ойлы болып тұрсаңыз, алып кетеді-ау, алып кететін шығар, көршінің баласы барып жатыр, біз содан қалып қоямыз ба, анау туысқанымыздың балалары барып жатыр, қалып қоямыз деп біреудің көңіліне қарап, біреуге қарап,
ана баланы беріп жіберсеңіз, бірақ сіз интуицияңыз сезіп тұр ғой, мынау бала ала алмайды ау деген сезіп тұрсыз ғой, бірақ ана көшпенділесіп барып қойсаңыз, мына интуиция негізі алдамайды ше. Сіз көшпенділесіп кетпеңіз. Сондықтан әр балаға подход, кәдімгідей индивидуально подход жасау керек әр балаға. Асығып мектепке беріп қоймаңыздар. Шешімді нақты өзіңіз қабылдайсыздар. Сосын мына былай айтады ата-аналар. Менің балам қыз бала, қыздар шустрый ғой, алып кетеді деп жатады. Ол мысалы қыздар ұлдарға қарағанда шын мәнінде тыңдайды, айтқаныңдай орындап қояды, артық мінез көрсете бермейді, әрқашанда правильный болады. Қыздар мысалы жазуы маржандай әдемілеп жазып береді, оқы десе тықылдап оқып береді. Бірақ қыз балалар көбінде математикаға келген кезде сәл баяу болып жатады. Мысалы ұлдар қыздарды алып кетеді ау деп солай асығып беріп қояды. Ұлдарда көп жағдайда сәл жалқаулау болады. Ұлдары еркіндікті жақсы көреді. Басына бұғат кигізгенді, бұғаттағанды деймін ба, қандай приказбен өмір сүргенді жақсы көрмейді. Еркін, өз жасаймын десе жасайды, жасамаймын десе жасамайды. Ұлдарда бір сондай мінез бар. Сондықтан мысалы ұлдарды жалпы ұл бала болсын, қыз бала болсын, 6 жастан мектепке беру өте ерте. Мысалы, мен де 6 жаста бардым, мен 5,5 жаста бардым, бірақ алып кеттім деген болады, бірақ өте аз. Егер 6 жаста беріп баланы, ол күшті болып алып кетіп жатса, бар ондай балалар, күшті болып лидер болса, мысалы, өте мықты алып кетіп жатса, ол баланың міндетті түрде артында көмектесіп отырған ата-анасы бар. Ол балада ерте даму бар. Ол баламен кәдімгідей айналысқан, мысалы, ерте 3 жастан бастап ата-аналар кәдімгідей балалармен айналысатын ата-аналар бар, айналыспайтын ата-аналар бар. Сондықтан бала әр түрлі. Ананың баласы 6 жаста барып жатыр ғой, менің де балам 6 жаста барады деуге болмайды. Негізі жалпы басым бөлігі оқу орталықтарында жүрген балалардың, жаңағы қосымша оқуды талап етіп жүрген балалардың басым бөлігі 6 жастан барып үлгермей қалған балалар осындай өте көп. Ал оқу орталықтарында тек ондай ғана емес, одан бөлек мысалы дарынды балалар да бар, мысалы жаңағы өзінің деңгейінен көш ілгері балалар да бар. Бірақ ондай балалармен жұмыс жасау жеңіл. Олар қатты қайырымға келеді. 6 жастан барып қойып, 1 сыныпты шала-пұла бітіріп шыққан жақсы ма? Жоқ әлде асықпай келесі жылы барған жақсы ма? 6 жастан барып қойған балаларда не шала болады? 1 сыныпты аяқтайсыздар, саусақ санап аяқтайсыздар. Ойша қосып азайтуы әбден бекітілмей қалады. Теңдеулерді шығара алмайды балалар. Теңдеуден қатты қиналады, шатастырады. Әбден 100% теңдеуді, 4 түрлі теңдеу өтеді. Сол 4 түрлі теңдеуді 100% шығара алатын деңгейде болмай шығады. Мәселе есепті тіпті шығарғысы келмейді, оқығысы келмейді. Оқу нормаға сай келмей жатады. Әрең оқып жатады. Мысалы 25 сөзге жеткісе норма, 25 сөзге жеткізбесе норма емес. 2 әріпті қоса алмай жататын балалар 1 сыныпты бітіріп жатады. Мысалы диктантты сауатты жаза алмай осылай аяқтап жатады 1 сыныпты. Бұл деген 1 сыныпты бітірген кезде өте үлкен пробелмен аяқтады деген сөз. Енді жаз бойы сол 1 сыныптың пробелін жою керек, 2 сыныпқа дайындау керек. 2 сыныпта енді ол бала енді орташа оқиды. Сізге балаңыздың орташа оқығаны керек па? Жоқ әлде балаңыздың өте жақсы оқыған керек па? Біз баламыздың өте жақсы оқығанын қалаймыз ғой, әр ата-ана. Сондықтан баланы мектепке беруге еш асықпаңыздар. 6,5 жастан асырып беріңіздерші. Енді көп ата-аналар бала бақшадан шығарып тастайды деп жатады. Мен енді ол салаға бүйтіп терең кірмей қояйын, бірақ енді біз өзіміздің шамамыз келетін нәрселер бар, шамамыз келмейтін нәрселер бар, өзгерте алатын нәрселер бар, өзгерте алмайтын нәрселер бар. Біз барып бала бақшамен ұрсыспаймыз, неге шығарып тастайсыңдар деп. Біз өзіміз шешім қабылдаймыз. Бізге берілді ғой ата-анаға шешім қабылдауға мүмкіндік берілді ғой. Менің балам биыл бара алмайды. Онда біз биыл бермей қоямыз, келесі жылы береміз. Сіз мысалы оны қарайтын үйде адам жоқ. Ал 1 сыныпқа берсеңіз де, сіздің балаңызға бір адам керек қой, апарып алып келуге, көрдіңіз бе? Сондықтан мүмкіндігінше
балаңыз дайын емес ау деп ойласаңыз, развивашкаларға берсеңіз болады, немесе ешқайда беру мүмкіндігі болмаса, жай бала үйде отырса да болады. Үй жағдайында өзіңіз асықпай, кең уақытқа дәл сіз өзіңіз ақ соны дайындай аласыз баланы. Әліппе алып беріңіз, ақырын әріптерді танытыңыз. Мысалы, көп жауапкершілікті ата-аналар біз өзімізден алып тастаймыз. Баланы тек біреулер ғана дайындау керек. Баланы тек мектеп нулевойға дайындау керек. Нулевойды барлық мектептер қамтамасыз ете алмайды. Мысалы, бірінші сыныпқа параллель 17 сынып қабылдайтын болса, нулевойдан 2-ақ сынып келіп жатады. Көп балаларды сырттан алады, сондықтан нулевойға бару міндетті емес. Өздеріңіз ғана дайындай аласыздар үйде өздеріңізде. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, егер алып жатса, нулевойға беріңіздер. Ондай мүмкіндік болмаса, үйден өздеріңіз, мысалы, 100-ге дейін санаңыздар, 100-ден кері санаңыздар, әріпті танытыңыздар, 2 әріпті қосуды үйретіңіздер. Бала өзі негіз бейім болады, көп нәрсені үйренуге бейім болады. Біз соған ақырындап жағдай жасауымыз керек. Негіз көп жауапкершілікті ата-аналар біз өзімізге алуымыз керек. Барлығымыздың біздің баратын мектебіміз жалпы білім береді мектеп, жалпы білім алады. Егер сіздің балаңыз көбірек нәтиже шығарсын десеңіз, көбірек үйде айналысу керек. Баланы сіз кәдімгідей бұл менің балам, бұл менің бір проектім деп қарауыңыз керек. Бұл балаға сіз қаншалықты назар бересіз, бұл баламен сіз қаншалықты көп айналысасыз, сіз соншалықты нәтиже аласыз ертең. Сіз тек қана мені мектеп оқытады, тек қана қосымша оқытады деп баланыдан жауапкершілікті өзіңізден алып тастаңыз. Тіпті балаңыз қосымшаға барып жүрген болса да, баланың не үйренгенін, үйде өздігінен не жұмыс жасап жатқанын өзіңіз бақылауда ұстауыңыз керек. Ал енді жаңа 6 жастан 6 ай асып барасыздар, 7 жаста баратын балаларда кәдімгідей баланың мектепке барғаны сезіліп тұрады. Ол балалар мектепке барады, мектептен келеді. Мұғалімнің не айтқанын, не түсіндіргенін, мынаны бізге үйге берді, мынаны қазір мен жазып тастаймын деп кәдімгідей баланың сезіліп тұрады мектепке барғаны. 6 жастан барған балаларды сәл ұйықтап жүреді, киімдерін жоғалтып жүреді, апай не айтып жатыр, үйге барғанда қандай жұмыс жасау керек, көп нәрседе бостау болады. Сумкасын сіз салып беруіңіз керек болады. Көп жағдайда сіз баланы үнемі сүйемелдеп жүруіңіз керек. Ал сіз баланы үнемі сүйемелдеп жүруге сіздің қаншалықты энергияңыз жетеді. Ол ата-аналар негізі біз өте эгоистпіз. Негізі балаға сіз шамаңыз келсе 1-ші сыныпта көмектесесіз, 2-ші сыныпта көмектесесіз. Одан кейін сіз оны ары қарай сүйреуге шамаңыз келмейді. Өзіңіз қателік жасап аласыз ғой, өзіңіз қателік жасайсыз ғой, 6 жаста ерте барып. Ана баланы ары тасисыз, бері тасисыз. Одан кейін ақырындап, мына бала неге өзі оқымайды? Неге өздігінен бала оқымайды? Қазіргі ата-аналардың проблемасы осы болып кеткен. Бала неге өзі сабақ оқымайды? Енді бала ешқашан өздігінен сабақ оқымайды. Оған енді өздеріңіз бойларыңызды үйретіңіздер. Солай екен ғой. Бала өз бетімен ешқашан сабақ оқымайды. Әйтеуір бір сылтау тауып тұрады. Ананы оқиық десек, оқығысы келмейді. Мынаны істейік десек, істегісі келмейді. Су ішкісі келеді, тұрғысы келеді, ойнақсы келеді мысалы. Сондықтан бала 1-ші сыныпқа барды ма, бала 11-ші сыныпқа бергенге дейін сіздер ұйымдастырып жүрулеріңіз керек. Сіздер күн тәртібінде ұйымдастырасыздар, бағыт-бағдар бересіздер. Кәдімгідей ол сіздің как проект ретінде қарауларыңыз керек. Ата-аналар көбінде 1-2 сыныпқа дейін көмектеседі, одан кейін оқысаң оқы, оқымасаң қой деп баланың өзін теңізге лақтырып жіберген сияқты қалдырасыздар. Олай болмайды. Балаға үнемі көмектесіп отырасыздар, үнемі бағыт-бағдар беріп отырасыздар. Сондықтан 6,5 жаста берсеңіздер, 7 жаста берсеңіздер, балаларды оқыту сіздерге оңай болады. Мына бетті шығарып таста. Бүгін 5 бет кітап оқи сал, осындай тапсырмамен сіз басқарып отырасыз баланы. 6 жаста барған балаға мына есепті шығарып таста, мына жерден 5 бет оқи сал деп айта алмайсыздар. Ол балаға үнемі сіздер мынау мектептің программасын қуып жетіп жүресіздер, артынан қуып жүресіздер. Мектептің программасы сіздерін қаша береді, сіздер оны қуып жүре бересіздер 6 жастан барған кезде.
Мысалы, санның құрамынан өтіп кетіп қалды, сіздер әлі саусақ санап отырасыздар. Теңдеуді өтіп кетіп қалды, сіздер әлі теңдеуде отырасыздар, буксовать етіп. Мәселе есепті бірінші сыныпта өтіп болды, екінші сыныпта құрама есеп, кері есеп шығару керек. Сіздер әлі бірінші сыныптың мәселе есебін шығармай отырасыздар. Осындай кәдімгідей сіздерде пробел қалып қояды да, сосын сіздер артынан қуып жете берген кезде олар ары қарай кете береді да. Мысалы, 6 жаста сіздер жалпы білім беретін мектептің деңгейінде қалып қою ықтималдығы өте жоғары. Бірақ ондай емес, программаға қуып жететін, асып кететін балалар да болады 6 жаста, бірақ ол өте аз. Оған шыдамды, соны бағыт бағдарын білетін ата-ана болады. Ол кәдімгі өте үлкен өнер үйтіп баланы оқыту деген. Сондықтан енді асықпаңыздар, еш асықпаңыздар. Бала деген өзі байқатпай бізді басқарып кетеді ғой, негізі балалар. Ақырын біз дегенін жасатып отырады ғой. Сондықтан баланы өзіміз басқара алуымыз керек. Еркелететін кезде еркелетіп, жіберіп, тартып, бағыт бағдарды біз өзіміз беруіміз керек. Сондықтан ешқашан сіздер бала өзіңнен оқып кетеді деп иллюзияға сенбеңіздер. 11 сынып оқығанға дейін балалар білмейді не таңдау керек екен, көмек, мамандарға апарып көмек сұрау. Осының барлығы ата-аналар сіздердің мойындарыңызда. Ой деген бала оқыту қиын, өзі оқымайды деп бүкіл жауапкершілікті өздеріңізден ысырып тастағыларыңыз келіп тұр. Қайтадан жиналыңыздар. Бала сіздердікі, баланы сіздер оқытасыздар. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер пайдалы болды деп ойласаңыздар, маған тіркеліңіздер, міндетті түрде астына комментарий жазыңыздар. Кімге қажет деп ойлайсыздар, бөлісіңіздер. Келесі қандай тақырыпқа тоқталып кетейін, ол тақырып туралы да астына жазып кетіңіздер.